Баршаңызға сәлем. Бүгін сүтті қыз, яғни молочная девочка тортын әзірлейтін боламыз. Қажет қоспаларды описаниеге жазып қалдырдым. Соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен сары майға жұмыртқа мен сгущенканы салып миксерлейміз. Сосын еленген ұнға қамыр қопсытқышты қосып араластырамыз. Сұйықтығымызға аз-аздан ұн қосып араластырамыз. Мынадай қамыр пайда болады. Енді 6 пергамент қағазын формаға сай қырқып аламыз. Менде 24 сантиметрлік форма. Қағазды салып, форманы қысамыз. Мынадай дөңгелек шығарамыз. Келесі бетіне аударып, қамырымызды 2 қасықтан салып, дөңгелек бойымен жайып шығамыз. Сосын қызып тұрған пешке 180 градуста 6-7 минутта пісіріп аламыз. Піскен корждарымызды барынша суытып аламыз. Енді кремін әзірлейік. Бірінші құрғақ ыдысқа сливкиімізді құйып миксерлейміз. Кішкене қоюланған соң қант ұнтағы мен сүзбелі сырымызды қосып миксерлейміз. Мынадай қою, дәмді крем пайда болады. Кремді кондитер қапшығына салып, суыған коржымыздың бетіне құйып, тортымызды жинаймыз. Сосын тортымыздың бетіне және жанына крем жағып шығамыз. Жарты сағатқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Енді әрлейік. Кокос үгінділерін жанына сеуіп шығамыз. Артылған креммен бетіне өрнек жасаймыз. Осы күйінше қалдырсаңыздар болады, мен жемістермен әрлеп шығамын. Тортымыз дайын, дәмі өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Мені қолдап, видеоларыма лайк басып пікір қалдырыңыздар. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.